Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асекке. Бүгін 15 июнь 2022 жыл. Мен 2020 жылы үй салдыртып бастадым. Анығырақ айтқанда үй салдыртып бастадық. Осы жылы үйдің крышасын жаптырып атырық. Ең бірінші 20 апрелінде осы жылдың бір адамдармен сөйлесіп, сол адамдармен үйдің крышасын жауып бастадық. Бірақ өкінішке орай ол адамдар ішетін адамдар болып шықты. Сонымен ол адамдарды жібердік, бір сөзбен айтқанда. Енді бүгін осы видеода мен сіздерге не жасап атырғанымыз туралы көрсеткім келіп жатыр. Короче, кеше бүгін 15-і болса, 14, 13, 13-нен бастап үйдің үстіне шалаң деген нәрсе төсеп бастадық. Бүгін 15-і. 13-і күні бір мәшін шалаң алып келді. Сол шалаң төседік, 2 күн бойы төседік. Бас жағында бұл нәрсені бұрын қолданып көрмегеннен кейін, ұстап көрмегеннен кейін қалай төсеу керек екенін білген жоқпыз. Сосын 2 адам болып түсірдік. Одан түсіре алмайтынымызды білдік. Сосын мәшіннен жерге түсірген жоқпыз, сразу үйдің үстіне лақтырдық. Бірақ өкінішке орай 2 адам болғаннан кейін 2 адамға бас артқан жоқ. Тағы да 2 адам тарттырып алдық қасымызға. Сонымен әйтеуір бірдеңе қылып үйдің үстіне мінгіздік бұл нәрсені. Бір мәшін мінгіздік. Сосын 2 адам болып төседік. Біраз уақыт жүріп қалдық. Бүгін тағы бір мәшін келді. Азғантай жетпей қалып. Тағы да бір мәшінге заказ бердік. Сағат где-то 2-лерде келді ау деймін шамасы. Екінші мәшінді уже 5 адаммен үйдің үстіне мінгіздік. Бірінші мәшінге қиналып қалғаннан кейін адамдар тарттырып алдын ала солармен түсірдік. Сосын жаңа где-то сағат 7-ден бастап екінші мәшінді жайып бастадық. Тағы да 2 адам болып жайдық. Шалаң дегеніміз мынандай нәрсе. Теңіздің балдыры. Бұрын қолданып көрген нәрсеміз емес. Өте жұмсақ нәрсе, жеп жеңіл. Осындай нәрсе төсеп атырық үйдің үстіне. Көп адамдар енді әртүрлі комментариялар жазды. Біреулер жағында опилок таста деді, біреулер айтты ананы таста деді, мынаны таста деді. Енді әртүрлі комментариялар жазылды жалпы. Біздер негізі үйдің үстіне кебір деген нәрсе төсейтін едік. Кебір деген нәрсе топырақ, жердің астынан шығатын, суды ұстап қалатын топырақ, пластилин сияқты нәрсе. Маңғыстаудан шығатын нәрселер барлығы мұнауда теңіздің жағасындағы балдыр. Мен Маңғыстау облысында тұрамын, егерде білмеген болсаңыздар. Осындай нәрсені төсеп болдық, барлығы оп-оңай екен, ешқандай да қиындық жоқ, өте қалың қылып төседік бұл нәрсені. Үйдің черныйына коробка төседік бірінші, содан кейін рубероид, қара қағаз, содан кейін мынаны төсеп отырық. Жап жаңа бітірдік. Сосын үйдің крышасын айтпақшы, бірінші адамдармен болмай қалып, бірінші адамдар, яғни үйдің крышасын жауып бастаған бірінші адамдар. Алдында бір видеода айттым, ішетін адамдар болып шықты деп.
бір айға дейін созылып кетті, какой-то крышаны жабу үшін да. Солар жауып бастады, мынандай қылып қалдырды, оларды жібердік, короче. Шыдамның да шегі бар. Біраз уақытқа дейін не істеп жүрдім, мен жаңағыдай кешіріп жүрдім. Жақсы деп. Бірақ бір айға созылып кеткеннен кейін уже амал жоқ, жіберуге тура келді. Осы жақында көп болса бір 13-і, 12, 11. 11-нен бастап үйдің крышасының обшивкасын басқа адамдарға жасатып бастадық. Яғни уже басқа адамдармен келістік. 20 майдан бастап новый адамдар іздеп бастадық. Көп адамдар келді, короче. Бір 30 шақты, 40 шақты адамдар келген шығар. Біреулер анау деді, мынау деді. Біреулер келісіп тұрып, басқа жұмыс алып қойдық, анау мынау деген сияқты әңгіме айтып кеткен адамдар да болды. Ертең келеміз деп алып, басқа жұмыс алып қойдық, ренжіме анау мынау деп. Отказ жасағандар болды. Біразынан өзіміз отказ жасадық, көп ақша сұрап тұр. Короче, бір үйдің алдыңғы жағы қалды, тек қана. Где-то бір 35 па 36 ма шифер ұру керек. Сосын обшивка и конек. Төрт жақтың конегі, сосын жоғары жақтың конегі. Көп ақша сұрайды, біреулер 200 мың сұрайды, біреулер одан да көп сұрайды. Короче, бір адамдармен сөйлесіп, сол 170 мыңға істетіп жатыр. Үйдің алдыңғы жағының крышасын тұрады, кішкентай не шығарып кетеді, мынандай. Адам кіріп шығатын, сондай істеп кетеді. Сосын конегін тұрады, 4 қапталының несін жасайды, обшивкасын жасайды. Мына черныйын өзіміз істедік. Короче, общий крыша біздерде есептесек 380-ге шығып тұр, крыша. Тек просто істетуі. Мына материалдарды есептемегенде да. Бұйырса алдағы уақытта айтам. Егерде керек болса, қызық болса деген сияқты. Осындай нәрселер істедік, міне. Шалаң төселік. Бұл жаңағы айтқанымда не? Балдыр. Сосын үйдің үш жағының обшивкасын жасаттық. Сосын үйдің артынан новыйдан туалет қазып жатырық өздеріміз. 2 адам болып қазып жатырық. Қазып болдық. 1,5 метрден кейін уже тас шықты. Біздің жақта тас шығады. Кейбір жерлерде тіпті 1 метрден кейін тас шығады. Біздің жақтан, именно біздің жақтан. Біздің қазып жатырған жерімізден. Где-то 170-180 сантиметрден кейін уже тас шықты. Короче, қазған жерімізді енді таспен қалап бастап жатырық. 3 күн болды ол жұмысымыз тоқтап қалғанына. Көп адамдар жаңағындай 2020-да видео шығардым, сол кезде ойбай, жаңағындай жерді қазу керек, анау мынау деген сияқты комментариялар жазды. Жаңағындай не алды, сосын фундаментке арматура тоқу керек, анау мынау деген сияқты комментарияларда жазылды. Мен оған жауап бердім, жалпы анау айтты, мынау айтты деп айтпай қойын, енді көршілер айтты, анау мынау таныс адамдар айтты деп. Мен өзім соны түсіндім да. Біздің жеріміз действительно қатты екен, кәдімгі қатты болғанда да действительно қатты. Маңғыстаудың жері. Мына мен YouTube'тан басқа біреулердің видеоларын қараймын да, орыс тіліндегі 3 метр 30 сантиметрге дейін біреудің қазғанын көрдім да, қолмен қазған. Ешқандай тас шықпайды. Біздің жақта уже тас шығып кетеді. Біздің жақта, егерде білмеген болсаңыздар, біздің жақтан кәдімгідей тас шығады. 40-тық тас деп аталады. Біреулер басқа жақтың адамдары, енді Қазақстанның басқа жерлерінің адамдары, Алматы, Тараз, Қызылорда, Шымкент, вот сол жақтың адамдары біздің 40-тық тас деп атайтын тасымызды ракушка тас деп атайды.
Біздер жақта оны жаңа айтып отырғанымдай 40 тас деп атайды. Ұзындығы 40, ені 20 болады. Вот сондай тас шығады біздің жақтан. Содан кейін уже фундаментті қазудың да қажеті жоқ біздің жақта. Сосын жаңағыдай арматура тоқудың да қажеті жоқ. Біздер үй салдыртқанда фундаментке бут камень жібердік. Бутовый камень. Сондай нәрсе жібердік. Сондықтан да біздер фундаментке арматура жіберген жоқпыз. Сосын фундаментті қазған жоқпыз. Біздің жақта почти ешкім қазбайды фундаментті. Яғни фундаменттің астын ешкім қазбайды. Кейбір адамдар қазады, енді азғантай қазады. Қазғанда да бір 10 сантиметр ма қазатын шығар, 10 сантиметр қазып не лақтырады астына. Фундаменттің астына кәдімгі щебенка лақтырады. Онда да енді мен көрдім көзіммен қалада домдардың фундаментін қойған кезде сондай қазылады. Фундамент құймайды олар, бірақ айтпақшы не істейді да жаңағыдай бетон қояды. Вот солардың астын қазады, астына щебенка тастайды, растворға араластырып, и оның астына не тастайды, жаңағы рубероид тастайды, қара қағаз. Достар, бүгінгі айтқым келген осындай жаңалықтар. Бүгінгі видеоның ешқандай да аты жоқ, жай ғана үй салу 2022 жыл 15 июнь құрылыс влог видеоның аты осындай. Бұйырса ертең тағы да видео түсірем. Туалетімізді көрсетем, егер де сенбейтін болсаңыздар, біздің жаңағыдай жердің сондай қаттылығын көрсетемді. Көп адамдар сенбеуі мүмкін. Біздің жақта сондай. Жалпы жаңа айтқандай, ютубта біреулердің жаңа видеосын көрдім, ол орыстардың 3 метр 30 сантиметрге дейін кәдімгідей қиналмай қолмен қазады. Біздің жақта жердің бетінің өзін зорға қазасың. Жаңағыда балталом дейді ғой. Сондай нәрсемен қазасың, немесе перфоратормен қазасың. Штиковоймен тибетін болсаң, жер кәдімгідей қазыла бермейді. Жердің беті тоң болып жатады кәдімгідей. 20 сантиметр ма, 30 сантиметрге дейін сондай болады. 30 сантиметрден кейін ол жаймен кетеді. Где-то 60-70 сантиметрден кейін қайыр деген құм шығады, жаңа теңіздің құмы сияқты құм шығады. Ол да где-то 80 сантиметр ма, 70 сантиметрде болады. Ар жағы уже тас. Тасты ойғаннан кейін ар жағынан уже су шығады. Достар, бүгінгі жаңа айтқанымдай, бүгінгі айтқым келгені осы, көрсеткім келгені осы, жағдай осындай. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де видео ұнаған болса, пайдалы болды деп есептесеңіздер, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар әртүрлі әлеуметтік желілерде. Мысалы үшін WhatsApp арқылы, Telegram арқылы достарыңызбен таратып бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Сонымен келесі видеода кездескенше.